Ол кешегі марапаттау рәсімінде Леонардо Ди Каприо мен Тимоти Шаламені басып озып, көрермендерді таңғалдырған рөлі үшін өміріндегі алғашқы Оскарын жеңіп алды. Кеше 97-ші Оскар сыйлығы марапаттау рәсімі өтті. Бұл кеш Голливудтың ең ірі жұлдыздарын және әлем бойынша миллиондаған көрерменді бір арнаға тоғыстырды. Көпшілік биылғы жүлде Голливудтың фавориттерінің біріне бұйырады деп сенген еді. Алайда сахнаға шыққан Майкл Би Джордан болды. Ол бұл санатта іс жүзінде мүмкін емес нәрсені жасады. Күнәһарлар фильмінде ол бірден екі егіз бауырды сомдап, экранда мүлде екі түрлі мінезді шебер көрсете білді. Бұл тарихи сәт, киноакадемия тарихында қос рөлді орындаған үшін берілген алғашқы жеңіс. Осы мүсіншені алу үшін Джордан Леонардо Ди Каприо мен Тимоти Шаламе сияқты алпауыттарды артта қалдырып, өзінің керемет актерлік шеберлігін дәлелдеді. Бүгін Майкл Би Джордан есімі Оскар тарихына мәңгілікке жазылды. Ал рәсімнен кейін ол жұртты тағы да таңғалдырды. Салтанатты кештердің орнына қарапайым фастфудқа барып, алғашқы мүсіншесімен бірге бургер жеп, жеңісін тыныш қана атап өтті. Контенттің негізін қалаушы қазақша гиктің иесі Дулат Арафат.